Өзіңе қарашы, қайдан келдің? Кеше кім едің? Бір тамшы су едің. Ананың көкірек төсінің арасынан дейді, әкенің бел сүйегінің арасынан атылып шыққан бір жеткенші су едің дейді. Содан қосылдың, эмбрион болдың, өстің, бұртыйдың, жұдырықтай болдың, одан баланың басындай болдың, бір уақытта адам болдың. Анаңның ішінде жатқанда, анаң токсикоз болды, ауырды, қол аяғыменен ішін керді, сондай бір азап қып, 9 ай 10 күн кеудесінде көтеріп жүрді. Дүниеге келдік. Дүниеге келген кезде ең қиын нәрсе дүниеге ұрпақ келтіру, адамнан адам шығу. Бір тырнағың астына кіріп кеткен тікеннің өзін алып шығу үшін қаншама азап көресің. Анамыз бізді михнатпенен тар құрсағын кеңітіп, тас емшегін жібітіп, кең дүниеге алып келді. Түнде тұрып оянды, мұздай бесік таянды. Қаншама азаппен әкелді, жылаймыз. Не үшін жылап атқанымызды білмейді, білмесе де бізбен қосыла жылағандай болды. Қосыла солы. Біз қашан есейгенше, қашан өз тамағымызды өзіміз жеп, өз киімімізді өзіміз кигенше, біздің аялап, мәпелеп, мейірімін төкті. Айналайын тәй-тәй, балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Білесіз бе, қалай мейірімін төкті бізге? Мына өссінші, ертең өлшінші, ертең үйленеді ғой, елмен араласады ғой, көркейеді ғой, өссін, өнсін, бар болсын деп бізге бүкіл михнатын төкті. Ал біз кейде сол әке-шешелерімізді бізді бір іздеп келсе, немесе қасында болса, қашанға дейін жүреді, ертең кетеді ғой, кішкене шыдай тұрайыншы. Қазір кетеді ғой, енді қазір мен кетіп қалам ғой Алматыға, кішкене шыдайыншы дейміз. Олар кетеді ғой емес, кетпесін, өссін, өнсін, рахат көрсін деп біздің азабымызға шыдаған. Ал біз солардың бір қызметін жасауға, солардың бір қасындағы кішкентай азғана уақытында, қазір кішкене дейін кетеді ғой, шыдай тұрайын, даладына деп жаңағы бір-бірімізге сапшене жазып атамыз. Сондықтан бауырлар, мына дүниеде, балаң жақсы болса дейді, жердің үсті жақсы дейді, кеуден көтеріп жүрсің. Балаң жаман болса, жердің асты жақсы дейді, себебі жердің үстінде саған мәртебе жоқ. Ал осы отырған әрқайсыңызды Алматыға жіберген кезде, осы оқу орнына түсірген кезде, мүмкін біреуіңіздің әке-шешеңіз бар, мүмкін біреуіңіздің әкеңіз ғана бар, мүмкін біреуіңіздің шешеңіз ғана бар. Бірақ олардың ет жүрегі елжіреп, балам менің оқып жатыр, қызым менің оқып жатыр, мен оған сенем. Ол менің абыройым деп отырды. Әке-шеше үшін ең үлкен мәртебе балаң жақсы деген сөз. Мына кім баласы деген сөз. Қазақта ең жаман сөз бар. Атаңа нәлет дейді. Атаңа нәлеттің баласы дейді. Ол не деген сөз? Сені осындай жексұрын қып тәрбиелеген атаңа лағнет болсын деген сөз. Атаңа лағнет жаусын сенің, әкеңе лағнет жаусын, шешеңе лағнет жаусын деген сөз. Сондықтан қазақ атаңа нәлет деген сөзді айтқызбауға тырысқан. Атаңа рахмет. Мына кімнің баласы? Ой шіркін-ай, мына кімнің баласы екен? Бәленшенің баласы ма? Әкесі кім екен бұның? Қазір кез келген бала бір олимпиаданың чемпионы болса, енді бір жерде жетістікке жетсе, не дейді? Бірінші оны әкесінің атымен атай бастайды. Әкесі кім екен? Үйіне барып интервью алыңдар, сұхбат алыңдар, шешесі кім екен? Алып анадан туады. Әке тәрбиелейді. Жеміс ағашынан алысқа ұзап түспейді деп, адамдар әке-шешесін сұрай бастайды. Ал біз білгеніміз істеп, мына жерге кеп, болды енді, мына дене меніңкі, мынау ақыл меніңкі, сезім меніңкі, өзім білгенімді істейміз дейміз, білгеніміз істеген не істейміз, әке-шешеміз алдай бастаймыз. Дүниедегі ең үлкен өтірік әке-шешеге айтқан өтірік екен. Әке-шешеге айтқан өтірік екен. Әке-шешеге айтқан өтірік екен.